Республикалық референдумға қала тұрғындары белсене қатысып өз дауыстарын беруде. Елдің ертеңіне бейжай емес, бейжай қарамай ана мен бала орталығының жүкті әйелдері мен жас босанған аналар мен перзентхананың қызметкерлері де дауыс таңдауларын жасады. Айта кетейік, өңірдің емханаларында дауыс беруге барлық жағдай жасалған. Кез келген науқас өз таңдауын жасай алады. Бұл ана мен бала орталығындағы жас босанған аналар мен жүкті әйелдер бөлімі. Алтын құрсақ аналар маңызды шарадан таса қалмаған. Дәл бүгін жасаған таңдауымыз ұрпағымыздың келешегіне тікелей байланысты болмақ дейді олар. Мен ұл баланы дүниеге келдім. Есімін Ярослав деп қойдым. Сондай-ақ өз таңдауымды жасап, дауыс беруге келдім. Мен ұлымды үші күні дүниеге әкелдім. Бір қызығы, қызымды да дәл осы күні туған едім. Мен де ел азаматы ретінде бүгін өз дауысымды беруге келдім. Ана мен бала орталығындағы референдум учаскесінде дауыс берушілерге барлық қолайлы жағдай жасалған. Талаптарға сай, дауыс беру жәшігі, бюллетендер, жасырын дауыс беруге арналған кабиналар барлығы орнатылған. Здесь у нас ана мен бала орталығындағы сайлау учаскесінде дауыс беремін деушілерге барынша ыңғайлы етілген. Емін еркін таңдау жасауға болады. Тіпті отадан жаңа шыққан немесе отадағы қыз-келіншектерге дауыс беру жәшігін жанына апарып береміз. Ал кім учаскеге белгілі бір жағдайлармен келе алмайтын болса, комиссия мүшелері өздері барады. Оксана Самойлова көп балалы ана. Ол әзірше жаңа туған нәрестесін бауырына алып, мауқын баса алмауда. Бұйыртса бірнеше сағаттан кейін кішкентайымен бірге үйіне барады. 1 июня родила. 1 маусымда қызым дүниеге келді. Бұл менің кенжем. 6 баланы дүниеге келдім. Есімін Розалина деп әкесі екеуміз қойдық. Біз алғашқылардың бірі болып дауыс бердік. Референдум қарсаңында ана мен бала орталығында 23 бала өмірге келген. Барлық нәрестелердің жағдайы жақсы, алдағы уақытта үйлеріне жіберіледі.